Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоблогымызда өте дәмді таңғы ас мәзірі. Видеоны аяғына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Екі аршылған картопты жұқалап жалпақтап турап аламыз. Екі колбасаны да дөңгелектеп жұқалап турап, сырды үкіштен өткізіп аламыз. Төрт жұмыртқаны жарып аламыз. Кішкене тұз сеуіп, 4 ас қасық сүт қосып, жақсылап араластырып құймақ дайындаймыз. Қызған табаға кішкене сұйық майды құямыз. Қызған майға картоптарымызды салып шығамыз. Картопқа тұз себеміз. Асты пістау деген кезде екінші жағына аударамыз. Екі жағын сарғайтып пісіріп аламыз. Тез пісіп кетеді. Үстіне колбасамызды тізіп шығамыз. Дайындап алған құймағымызды үстіне құйып, бетіне сырды сеуіп, қақпағын жауып, сыр ерігенше күтеміз. Тағамымыз дайын болды. Түрі өте әдемі әрі дәмді, өзі пиццаға ұқсайды. Рецепт ұнаса пісіріп көріңіздер.